Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен менің ең сүйікті киноларымның бірі Doom фильміне шолу жасаймыз. Кино желісі бізді бірден 2026 жылдағы Марс планетасындағы аэрокосмостық станциядағы зерттеулік объект Олдувайға лақтырып жібереді. Бір нәрседен қашып жүрген адамдар түрінен бірден байқайтынымыз, базада қорқынышты бір нәрсе орын алған тәрізді. Біреу кетті. Екіншісі. Базадағы адамдар барлығы шеттерінен қырыла бастайды. Артта келе жатқан қорқыныштан құтқару үшін доктор Кармак бөлмелердің біріне тығылмақшы болады. Ал артта келе жатқан әйел айқайына мән бермей есікті асыға жаба бастайды. Әйтсе де әйел кіріп үлгереді, бірақ бір бөлігі қол ғана. Қалған бөліктердің есіктің арғы бетіндегі беймәлім тіршілік иесі өзіне қалдырады. Мұндағы жан түршігерлік оқиғаны басқаларға жеткізу үшін доктор компьютерге асыға видео хабарлама қалдыра бастайды. Бұдан кейін есіктің арғы бетіндегі өлім оған да келеді. Білгілеріңіз келсе, киноның аты солай аударылады. Doom. Өлім. Осыдан кейін жедел әрекет ету күштерінің штабына ауысамыз. Группаның командирі инцидент орын алған станцияға аттанып, оны карантин орнатып, жауды тапсаңдар, оны ликвидация алаңдар деген бұйрық алады. Осыдан кейін соңғы миссиядан соң демалып, көңіл күйлері көтеріңкі топ мүшелерін көреміз. Осы жерде топтың кейіпкерлерімен танысып кетейік. Әрқашан көңілі жүретін Дюк, араларындағы жалғыз азиат Мэг, көп сөйлемейтін, көбісі талқандаушы деп білетін Рорк, топтың ең мыжыңы Портман, жаңадан келген балақай лақап атымен танымал жас сарбаз. Араларындағы ең діншілі бола тұра күнәһар атымен танымал капрал Эрик, сайтан делінетін кіші сержант Джон. Ал демалысқа шығып, алдағы уақыттарын ойластырып отырғанда, олардың жоспарларының быт-шытын шығарған топтың жетекшісі сержант Махонин. Демалыстың болмайтынын білген сарбаздардың көңіл күйлері түссе де, ол миссияны әдеттегідей жұмыс істеп жолға дайындалады. Қару-жарақтарын алып тікұшақпен ұшуға дайындалады. Ұшпақшы болғанда соңғы сәтте сержанттың бармайсың дегеніне қарамастан топқа қосылған Джонмен топ толықталып портал орнына аттанады. Ұшып бара жатқанда сержант Марстағы оқиғадан кейін доктор Кармак жазып қалдырған бейнебасбаны қосып, алдағы миссияны түсіндіріп береді. Тікұшақтан түсіп, команда жер астындағы зерттеу орталығына аттанып, порталға да келіп жетеді. Сержант іштегі қызметкерге біз аттанғаннан кейін бұл жерде 6 сағаттық карантин орнатылу керек деп ескертеді. Сарбаздар тұрған жерден су тәріздес сұйықтық формасындағы портал қалқып шығып, олар оған кезек-кезек кіріп Марсқа аттана бастайды. Барлығы порталдан өткенде құсып жібереді. Біреуі әрдайым осылай ма дей салып еді, коляскадағы Пинки есімді адам келіп, порталдан өту кейде қиын жағдайларға түсіреді деп, кезінде екі аяға портал арқылы басқа жаққа ауысып кеткенін еске түсіреді. Сол жерде оларға қашықтықтан бақылау орнатып, кіреберіске Мэгті тастап, басқалары ары қарай кете береді. Ол жерден UC-дің ғылыми қызметкері Саманта Гриммен танысамыз. Ол зерттеулердің нәтижелерін алу үшін сіздермен барамын деп айтады. Джон мен қыз бірін-бірі танитын болып шығып, Джон қызды өзімізбен алмаймыз деп шыққанмен, қыз не болса да сіздермен бірге барамын деп наразылық білдіреді. Дюк Джонға қызды сындырып алмайсың ба деп еді. Рорк оған қыз оның қарындас екендігін түсіндіреді. Саманда планета өлі, тірі жан болуы мүмкін емес, бірақ доктор Кармак басқарған топпен бір нәрсе болды деп түсіндіреді. Сержант қандай да ақпарат бар ма деп еді, оған мына дауысты естіртеді. Сөйтіп, қайғылы оқиға болған доктор Кармактың зерттеу бөліміне кіреді. Сержант барлығына тапсырма беріп, қара түнек бөлмелерді аралай бастайды. Қараңғы коридордан оларды біреу бақылап жүрген тәрізді көрінеді. Осы арада Портман мен күнәһар генетика бөлмесіне кіреді. Оның ішінен олар банкалардағы әлі ұрып тұрған жүректерді, ал ары қарай дей айқайлай кеткен топтағы жануарларды табады. Одан әрі қарай жүріп, екеуі жерге кіріп кеткен бөлмешеге келеді. Портман қолын тигізіп қалып еді, оны тоқтартады. Күнәһардың сөзінен оның карцер екенін түсінеміз, бірақ ол не үшін қажет болған әлі беймәлім. Басқа жақта сержант пен Дюк қару бөлмесіне кіреді. Олардың арасынан сержантқа БФК атты аса қуатты қару көзге түседі, бірақ ол тұрған бөлмеге рұқсат ала алмайды. Осы мезетте Джон мен қарындасы UC-дің базасындағы мағлұматтарды алу үшін бір бөлмеге кіреді. Джонның көзіне баласын қорғап тұрғандай қалыпта мерт болған сүйек түседі. Қарындасы осында табылған көне адам тәріздестердің сүйегі деп түсіндіреді. Сондай-ақ олардың 24 хромосомасы бар екен, ал адамдарда 23. Ол мұнда өмір сүретіндерді супер адамға айналуға мүмкіндік берген деп айтады. Олар ауырмаған, өте ақылды, жарақаттар тез жазылып кеткен, қабілетке ие болғанын айтады. Бірақ ол туғаннан емес, оны өздері ойлап тапқан деп түсіндіреді. Бірақ мұндай күшке ие адамдар қалай өліп қалған деген сұраққа Джон түсіне қоймайды. Екеуінің қарым-қатынасына келетін болсақ, Джон да кезінде
де қарындас сияқты зерттеулерге жақын болған екен. Алайда осында жұмыс істеген ата-аналар қайғылы жағдайларда қайтыс болған соң Джон Марсты тастап әскерге кетіп қалады. Кенеттен дәлізден бір дыбыс шығып, барлығы сонда аттанады. Олар оның ізіне түсіп, заттардың барлығын қират бастаған бір нәрсенің артынан қуалай түседі. Ақыры оны табады. Сөйтсе ол киноның басындағы доктор Кармак екен. Түрі қашып кеткен доктор қолына өліп қалған әйелдің қолын ұстап алыпты. Қыз қасына келіп еді, есінен адасқандай мынаны істейді. Господи Иисусе! Вот черт! Одан кейін оны қарау үшін алып кетіп қалады. Портман мен балақай екеуі жеке қалғанда, Портман әдеттегідей баланың нервіне тие бастайды. Бала мұнда стресске шыдай алмай, одан наша сұрайды. Сол жерде оны қабылдайды. Ары қарай жүріп еді, екеуі артқа қарап тұрған әдемі денелі жалаңаш қызды кезіктіреді. Портман жақындап, өзіне қаратпақшы болып еді. Өкінішке орай қыз сенімін ақтамайды. Қол жоқ болғанына қарағанда, бұл киноның басындағы әйел деген ой келеді. Ал Джон мен күнәһар осыдан кейін қан бөлмеге кіріп, тордағы жануарларды шикідей жеп жатқан зомбиге айналған ғалымды көріп, тұрған жерінде арғы дүниеге аттандырады. Саманта мен Дюк доктордың нано есігі бар бөлмеге кіргізеді. Сол жерде доктор Кармак Самантаға объектіні тез жабыңдар деп ескертпекші болып, өзі талып қалады. Ал қанын алып еді, онда біртүрлі нәрселер жүргенін байқаймыз. Біраздан кейін Саманта қасындағы ассистентін балаңа қара деп босатып, доктор Кармактың бөлмесіне барса, ол жоқ. Сцена Рорк пен сержантқа ауысып, төбеден күдікті дауыс естіп, Рорк не екенін білейін деп басын тықпақшы болып еді. Бірақ жай ғана маймыл екен. Бірақ одан аққан қанын ұстап еді, құрамы әдеттегідей емес. Джон мен күнәһар бөлмелерді тексеріп кетіп бара жатыр еді, төбеден адамға ұқсамайтын тіршілік иесі түсіп қаша кетеді. Барлығы жұмылып қуалап еді, бірақ жердің астына түсіп қашып үлгереді. Артына еріп канализацияға түседі. Бірақ бұрышта тығылып, біреу аңдып жүргені анық. Сәл жүріп, ғалымдардың киімдерінің бірін тауып алады. Сол арада Портман тағы мыжың әңгімесін бастап еді, бір нәрсе оны су астына тартып кетеді. Бірақ барлығы қосылып, сол жерде оны қайттан шығарып алады. Сөйтсе ол жай ғана тесікке кіріп кеткен екен. Тіршілік иесін тез табу үшін топқа бөлініп кетеді. Джон балақайда сандырақтай бастағанын байқап, көзіне қарап еді, кайфта жүргенін байқап, оны операция кезінде бұлай жасама деп ескерткені сол еді. Артына бір нәрсе қимылдап жүргенін байқап қалады. Оның басқа жаққа кетіп бара жатқанын байқап, күнәһарды тез арада ескертеді. Бірақ сол арада күнәһардың фонары өшіп қалады. Қап-қараңғыда өзі ғана қалады. Жан-жағына қарайды, еш нәрсе. Мына жағына қарап қалып еді, қара түнектен шыққан көздерді байқайды. Құбыжық жабылдаған соң оның бойына тілін енгізіп, көзден ғайып болады. Бірақ Джон ерлік көрсетіп, құбыжықтың артынан қуалап, оны бірнеше оқпен атып құлатады. Күнәһар тістеп кеткен соң сержант барлығын эвакуациялап, карантин аумағын кеңейтіңдер деп бұйрық бере Самантаға кіреді. Күнәһар да дефибриллятормен тірілтпекші болады, бірақ одан еш нәрсе шықпайды. Сол сәтте сержант доктор Кармактың жоғалып кеткенін көреді. Одан сайын ызаға келіп, қызды шақырып алып, анау не деп қызды шошытып жібереді. Еркек қыздан сырттан келді ма деген сұрағына жоқ, планета өлі деп теріс жауап алады. Сыртқа шығатын жол қайда деп, онда талқандаушы балақай мен Портманды сонда не болып жатқан көру үшін аттандырады. Басты мақсат оларды мұнда кіргізбе болып табылады. Мэг Пинкиге қару беріп, жалғыз тастап кетеді. Саманта мен Дюк жалғыз қалып кетеді. Жігіт қызға қырындай бастайды. Олар арасында жылы флирт басталады. Топтың басқалары басты залда жиналып, Портман қосымша күш шақырайық деп еді. Сержант, біз сол қосымша күш. Және де бұл жерден соңғы хайуан өлмегенше ешқайсың шықпайсыңдар деп басы айтады. Мына жақта Самантаның бөлмесінде жарық өшіп жана бастайды. Дюк болса араны алуға кеткен еді. Қыз бөлмеден шығып, үреймен жүгіріп зәресі алмайды. Бірақ бұл Дюк екен. Бәрі дұрысталғандай болып еді, бірақ жарық толық өшіп, қараңғыдан үріп тұрған Ротвейлерді байқайды. Бірақ иттің үні өше қалады. Баланың артында бір нәрсе тұр. Жүгіріп жүріп атқылай, зорға дегенде қыз екеуі наны есіктен өтіп, құбыжықты толық өткізбей қояды. Джон мен сержант екеуі базаны аралап жүріп, Джонның кішкентай кезінде ата-анасы қайтыс болған жерге келіп тоқтайды. Мэг болса, бөтен дәлізде ары-бері қарап тұрып, артына қарап қалып еді. Мэг енді жоқ. Джон мен сержант дыбысты естіп, құбыжықтың артынан жүгіре кетеді, бірақ көздерінен ғайып болады. Сынық есіктерге қарап, ол Пинки жаққа бағыттап бара жатқанын түсінеді. Сержант жерде жатқан адам қолдарының бірін алып, әлгі қол жетпеген БФК-ні ақыры алады. Иә, ол шынымен де үлкен қару екен.
Саманта мен Дюк тіршілік иесінің денесін ашып аутопсия жасамақшы болады. Бірақ арғы бөлмеде олар көрмей тұрғанда өлі күнәһар жаймен орнынан тұра бастайды. Сол мезетте зомби сияқты күнәһарды көреді. Бірақ ода кішкене болсын қалған адам жаны өзінің жаман нәрсеге айналып бара жатқанын түсініп, басын әбден айнаға ұрып, құбыжыққа толық айналмай тұрып мерт болады. Саманта сол мезетте құбыжықтың ішкі дене құрылысын зерттей, оның адам екеніне көз жетеді. Рорк пен Портман әңгімелесіп, соңғысы туалетке баруым керек деп кетіп қалады. Жалғыз қалған Роркке көп ұзамай тіршілік иесі қонаққа келеді. Құбыжық еркекті ары-бері лақтырып өлтірмекші болады. Бірақ Рорк те өзінің екінші атауы талқандаушы екені, бостан бос емес екендігін көрсетіп, құбыжыққа барынша қарсылық көрсете бастайды. Соңғы сәтте құбыжықты тоққа тақап, темір арқанмен карцерден шығып кетпекші болады. Бірақ ой іске аспай, сол жерде көз жұмады. Мына жақта туалетте отқан Портманның да дірілдей бастайды. Бірақ біреу оған жақындап келе жатқандай көрінеді. Қорқып, оқ дәрісін жерге түсіріп алып алмақшы болады. Бірақ оның әлсіз позада жатқанын қолданып, ешкім сонда да шабуылдай қоймайды. Ақыры қаруын алып еді, сөйтсе жай шыққан екен деп күліп қалып еді. Оның қиналып жатқан көрген Пенки сарказммен күлімсіреп қояды. Басқалар келіп жетіп, сержант өзінің БФК-сын атып қалып еді, одан үлкен плазма шығып, қабырғаның түгін қалдырмайды. Бірақ Портман сонда да ауыр жарақаттан қайтыс болады. Барлығын Самантаның бөлмесіне алып келіп, сержант айнадағы қанды көріп, бұл не деп еді? Саманта күнәһар өліп қалды дегенде, сержант ол біз келгенде өлі жатыр еді ғой, қалай екінші мәрте өледі деп таңғалады. Енді доктор Кармак қайда құрып кетті дегенде, қыз оны анау құбыжыққа қараңызшы дегенде, сержант оның бір құлағы жоқ екенін көреді. Бәрі түсінікті. Саманта оларды қайтадан адамға айналдыруға болады дегенге, сержант жоқ деп Кармакты арғы дүниеге аттандырып, Дюк пен Балақайға барлығын өлтіруге бұйрық береді. Сержант пен Джон қызға қысым жасап, оның алып шығу керек флешкадағы ақпаратты көрсетуге мәжбүрлейді. Ашса, ішіндегі ролик қызды да таң қалдырады. Онда ғалымдар бір еркекке эксперимент жүргізіп жатқанын көреміз. Олар сынақты еркек бәрібірде өлім жазасына кезілгенмен ақтайды. Оған 24-ші хромосома дейтін адам клеткасын күшейтуге бағытталған дәрі салған екен. Бірақ өкінішке орай видеодан көргеніміздей ол сәтсіз аяқталып отырған екен. Джон бұл ақпараттың барлығы осында қалу керек дегенде, сержант жоқ, оны жерге жеткізуіміз керек. Осында бұйрық алдым деп қарсы жауап айтады. Сол мезетте Пинки отырған бас бөлмеге құбыжық кіріп кетеді. Барлығы басып жүгіріп жеткенде кеш болып қойғанын түсінеді. Құбыжық портал арқылы жерге жетіп қойыпты. 4 минутта карантин болатыны жарияланады. Сержант жерге аттанамыз. Қарындасынды құтқару үшін 3 минут бар дегенде, Джон баса көктеп Самантаға жүгіреді. Саманта оған осы ашқан жаңалығын түсіндірмекші болады. Оның сөзінше дәрі әртүрлі адамға әртүрлі әсер етеді. Баласын қорғаған күйі өліп қалған Люси ешқандай құбыжыққа айналмай супер күшке ие болды деп түсіндіреді. Сондықтан біреуді ол құбыжыққа айналдырса, біреуге супер күш береді деп айтады. Мысал ретінде, Портманның ми сұйықтығын құбыжықтың тіліне жақындатады. Тілі оған агрессия білдіреді. Артынша Рорктың ми сұйықтығын жақындатады. Тілі оған сабыр реакция жасайды. Мына жақта сержант бұйрығын бұлжытпай орындамақшы болып, жердегі базадағы барлығын өлтіріңдер деп команда береді. Портал арқылы жерге өтіп, құбыжық көпшілігін қырып тастаған көреді. Сөйтіп, команда жерде жатқандардың барлығын страховка ретінде бастарынан атып өлтіре бастайды. Ішінде зомбиге айналып үлгергендері де бар екен. Джон сержантпен хабарласып, ішінде тірі қалғандары болса, өлтірме, вирус барлығына теріс әсер етпейді деп айтады. Бірақ сержант басында тек бір ой, бұйрық. Осын орындау үшін барлығын өлтіруге дайын. Дюк өлтір арасына Пинкиді көріп алып, орталық бөлмеге алып келеді. Сержант ешкім сөзін тыңдамай, оған қару тақап тұрғанда, одан сайын нервісін қоздырып, Балақай келіп, ана жақта әлі тірі адамдар бар деп хабар алып келеді. Сержант бұйрық алдың, сектор тазаланды ма деп сұрай береді. Балақай тірі адамдарды өлтіре алмаймын деп соңғы сайтанға аттаншы деген сөзін айтып, сержанттан оқ алып өзі жұмаққа аттанады. Барлығы бұл әрекетінен шок болады. Сол арада Пинки тапаншасын алып сержантқа тақап еді, артынан құбыжық келіп ары-бері ұрып өзімен алып кетіп қалады. Қалған 3 сарбаз құбыжықтың артынан қуалай кетеді. Бірақ алдарынан топырлаған зомбилер шыға артқа кетуге мәжбүр болады. Еске тығылып зомбилерді атып жатқанда құбыжықтың қолы еденнен шығып, Дюкті жер астына тартып кетеді. Ал Нанна есіктен шыққан қол сержанттың "мен өлмеуім керек" деген сөзмен бірге тартып алып кетеді. Джон құбыжыққа атып еді, бірақ Нанна есік қатып қалып, ұшқан оқ өзіне келіп қадалады. Өлейін деп жатқан Джонға қарындасы тәуекелге барып, ағасының қарсылығына қарамастан 24-ші хромосоманы салады. Джон көзін ашады. Киноны осы сәтте Джонның көзқарасымен көре бастаймыз. Айнаға келіп жақындайды. Өзін сауығып кеткендей керемет сезінеді.
қаруын оқтап алып, кейіпкер компьютердегі шутер ойындарындағы тәрізді алдынан шыққан зомбилерді шеттерінен қыра бастайды. Ара ұстап алған құбыжықты әсіресе ерекше өлтіреді. Секіріп жүріп арасын атқылап тастайды. Ал құбыжық оны жерге құлатқанда білдірмей граната қойып кетеді. Оның үстіне түскен құбыжық тас талқаны шығып жарылады. Келесі бөлмеде одан сайын жаман құбыжық күтіп тұр. Аяғына колясқа байланған көріп, оның Кинги екенін түсінеміз. Құбыжық Джонды талдырып тастайды. Көзін ашса, аяғына жармасып алып, зорға дегенде аузына фонар тақап, жерде жатқан араны алып, колясканы кесіп, артынша басына оқ атып, көзін жояды. Одан кейін бөлмелерді аралап жүріп, жерде жатқан қарындасын көреді. Арғы жақтан сержант даусы да шығады. Мойнына құбыжықтың тілі кіріп кеткен екен. Аха. Бәрі түсінікті. Қызды ары жіберіп, екеуі бетпе-бет қалады. Сержант плазмадағы жалғыз оғын атып тигізе алмай қалады. Джонның әлі оқ дәрісі жеткілікті. Қашып тығылып жүрген сержантты қуалауға кіріседі. Бірақ аяғында ақыры оны нысанына алады. Сержант өзінде жұдырықтан басқа ешнәрсе қалмағанын түсініп, Джонның намысына тиіп, кел, еркекше, жекпе-жекте төбелесейік деп шақырады. Джон оны өлтіру мүмкіндігі болса да, қаруын тастап, жігітше шайқасқа шығады. Джонға дәріс алынғандықтан, ал сержантты тістеп алғандықтан, екеуі де супер қаһармандар сияқты төбелеседі. Күрес барысында сержанттың дене бөлшектерінің жаймен құбыжыққа айналып жатқанын көре аламыз. Ақыр аяғында сержант темір бөлшегін Джонға тықпақшы болады. Джон оны қолымен тоқтатып қалады. Сол мезетте Джон порталдың ашыла айнып жатқанын байқап, темірді қолына байлап, сержантты порталға лақтырып жібереді. Портал ашылғанда қолындағы темірді шешеді. Осылайша сержант Марсқа жол тартады. Джон қолына қарап қалып еді, қолы сол мезетте жазылып кетеді. Артынша сержантқа десертке гранатаны да қосып лақтырып жібереді. Соңғы сценада қолына қарындасын ұстап, жердің бетіне шығып бара жатқан екі кейіпкерді көреміз.